Бисмиллах деп бүгін сіздермен көпшіліктің жүрегін жаулап алған өте дәмді салаттардың бірі фунчоза салатының рецептісімен бөлісемін қыздар. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Алдымен қызып тұрған майға ұзын-ұзын етіп туралған етімізді салып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамыз. Ет шамалы қуырылған соң қыздар, өздеріңіз білесіздер, еттің сөлі шығады. Яғни бұл суы егер қуыруға, бықтыруға аз деп ойлап жатсаңыздар, кішкене ғана су құйып, үстінен бетін жауып, баяу отта 20-30 минуттай бықтырып қойсаңыздар болады, ет жұмсарып піскенше. Ал ет піскенше қалған заттарды, яғни салатқа керек көкөністерді осылай турап аламыз. Мен алдымен қиярдан бастадым. Қиярды дәл видеодағыдай етіп, ұзын-ұзын етіп турап шығамыз. Тәтті бұрышты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Мен жұқалау болғанын қаладым, сондықтан жұқа жіңішке етіп осылай турап шықтым. Ал енді сарымсағымызды дәл ұсақтап турап шығамыз осылай, яғни чеснокты. Сәбізімізді есе үккіштен өткіземіз. Міндетті түрде үккіштеріңіз жіңішке болсын, сол кезде сәбіздеріңізде жіңішке әдем болып өтеді. Міне осылай ұзын-ұзын болуы қажет. Ыдысымызға алдымен қиярды, үстінен тәтті бұрышты, одан соң сарымсақты, яғни чеснокты, үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Осы аралықта етімізден бір хабар алып қоямыз. Ет осылай әп-әдем болып пісуі керек қыздар. Етті міндетті түрде өздеріңіз піскенін тексеріп көріңіздер, жұмсақ болып піссе болғаны. Ал енді фунчозаның лапшасын дайындауға кірісеміз. Қайнап тұрған суды фунчозаның лапшасының үстінен құямыз. Қасықпен міндетті түрде батпаған жерлерін осылай басып суға батырып жібереміз. Бетін жауып 10 минут емес 7 минутқа қоямыз. Сағатқа қарап отырсаңыздар болады. Суын төгіп тұстап, салқын сумен бір шайып, арасын міндетті түрде осылай кесіп жіберіңіздер. Себебі фунчозаның лапшасы өте ұзын болғандықтан жеуге ыңғайсыз. Дайын лапшамызды жаңағы туралған қоспаларымыздың үстінен салып, қуырылған етімізді саламыз. Толық маймен бірге салып жіберсеңіздер болады. 6% алма сірке суын қасықтың ұшымен ғана саламыз. Үстінен 2 шай қасық соя тұздығын саламыз. Қыздар қалауларыңызға қарай, дәміне қарай, тұз, бұрыш және фунчоза салатының өзінің приправасын салсаңыздар болады. Мен тұз бен бұрышты ғана қостым. Фунчоза салатының приправасы болмағандықтан қоспадым. Бірақ салат сонда да өте осылай әдемі болып шықты. Қараңыздар, көздің жауын алады. Тарелкаға салып, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға рахмет.